қазақ тілін үйренгісі келетін адамдар осы күннен күнге көбейіп келе жатыр десек болады. Өзіңіздің аты жөніңіз? Василий. Фамилияңыз? Березовский. Қазақша десе де Басеке де боламын. Басеке? Аққайынов. Жақсы, рахмет. Қазақ тілін үйренуді қалайтын жандарға қолдау көрсететін Өскемен қаласында сөйлеу орталығы бар. Бұндай орталық шаһарда 12 жерде бар. Өзге ұлт өкілдері осы жерге келіп, мемлекет тілді үйренуде. Қазір біз сабақ барысын кіріп, көріп, тамашалайық. Өскемен шаһарында кел сөйлесейік атты мемлекеттік тілді үйрету курсының ашылғанына 1 жылдан асты. Күннен күнге өзге ұлт өкілдері арасында қазақ тілін үйренуге деген құлшынысы артып келеді. Бастапқыда тілді меңгеруге 10-ға жуық адам келсе, қазір кел сөйлесейік курсына қала бойынша 400-ге жуық адам қатысып жүр. Әзірге шаһардың әр бөлігінде атқарушы биліктің қолдауымен 15 үйірме жұмыс істеп тұр. Жас ерекшеліктерде әртүрлі балалар, орта жастағы адамдар жұмыс істейтін, оның зейнеткерлер болып. Зейнеткерлер енді әрине ол кісілерге жақсы уақыт өткізгісі келеді олар. Тиімді өткізгісі келеді уақыттарын деген секілді. Одан кейін орта жастағы адамдар кейбірі жұмыс орындарынан талап етіп жатады мемлекеттік тілді білдеп. Кейбірі осы мемлекеттік тілге деген құрмет көрсету үшін тілді үйренгісі келіп жатады. А балалар әрине оларды ата-аналар жібереді. Олар біледі ғой енді келешекте қазақ тілін үйрену осы Қазақстанда маңызды екенін білгендіктен балаларын өздері жіберіп жатады. Осындай неше түрлі себептері бар, әртүрлі, әркімде әртүрлі себеп. Бүгінде мемлекеттік тілді үйренуге ниеттілердің саны күн санап артып келеді. Сондай жанның бірі Василий. 1 жыл бойы осы курсқа келіп, мемлекеттік тілді үйреніп жүр. Алғаш келгеннен қарағанда қазір қазақшам жақсы болып қалды дейді. Осында келгеннен кейін жақсы қазақ тілін жақсы біліп қалдыңыз өзіңіз? Шын айтса, өзінің ішіне дамыту да бар, өзгерту да бар, өзгерту да бар. Осындай сезім білесіз ба, қалай? Қазақша, орысшада сондай сөзі болмайды. Таппаймын осындай сөзі. Қалай мұнда күшті, қалай мұнда бәрі жақсы. Кісілер де келеді, оларда да ең күшті дамыту да бар. Мен өзім қарадым, зейнеткерлер де келеді. Оларда бос уақыт та жоқ. Не істейміз? Сабаққа да келеміз. Бірінші сабаққа келгенде ау дейді, бір сөз білмейміз. Қалайда санауды білмейді. Қазір де күшті де санайды. Дұрыс та бәрді айтады. Бірақ асықпай үйренеді. Қазақ тілін үйреніп жүрген өзге ұлт өкілдері қоғамдық жерлерде мемлекеттік тілде қате сөйлесек, бізге түсіністікпен қарап, қолдау көрсетсе деген тілектерін ұстаздары жеткізді. Адамдарға айтатын кеңесім, біздің өзіміздің қазақ тілін білетін адамдарға, осы қазақ тілін енді үйреніп келеткен адамдарды қоғамдық ортада көрсеңіздер, онда жылы қабылдап, оларға түсіністікпен қарап, мазақ қылмай, күлмей, көмектесіп жіберсеңіздер деген сол біздің жаңағы оқушыларымыздың айтатын сөзі сол. Біздің қоғамдық ортада біз жақсы қабылдаса деп. Мемлекеттік тілді үйренем деушілерге Оралхан Бөкей атындағы қалалық орталық кітапханасы мен бөлімшелердің есігі әрдайым ашық.